Mereke davuşuyumda Donduranıp koluma ortamda talay şahladım mı? Bir ışık kennar verdi davletim ol şaldarım mı? Rizal olup kaldım mı? Talaydan suzda arnadım mı? Ben erleri söylüğümde nefsimden doğruyu gülüm dönüyorum gelirse hayırlar bulandırır men Olgun ne gaydan bileyim Kaplar caniyem bizde şokun kabulümü Usulümlü taslanıp oldular rüsmüne Uydurum düşürmeni Domralar şapsırdım Aydın da sözüm şu gelir Mullalar ben kimestim şarikat yolu ben Kerçilerim beni sevdiler Şalgay şırmışında ikinalı şalgız verdiler Teleğim beksettim beni Alkana karşıyım toyu Ayda Ebul bir hesabı Жақсы десек біреуді айтқан сотына мынар жамандасақ біреуді ақ жолына қиянат ол күнде қайдан білейді қапар жадием қанша білдір болсақ та періштелер тергесек қаларымыз білем тұрады Bende de емес парыз бар айтуынша оларға парасатпенен сөйлеуін оңғай бұл жауап айтайындарға атанған Расулуллах бейден сахабалары атанған біз қайырлы қазақ халық едік осы көңген қатардан үйсінардың алшын боп 300 болып атанған сол 300-дің ішіне жүйріктеп шықты жолданған атамыз арғап әдестен содан бері бар мекен аяғдардың байқап болжаған біз қайырлы қазақ халық едік сахарадан бай шаруаға шыққан сапардан жүрген жері той думан той тағырдың тасына сай мерекелі жиында ақсақал шалдар жиналғаны жасөспірім балдарға қол жайып ерген ақсақалы 90-ға келіп шал болған жарлыға берген батасы ай 4 түлік дәулет мал болған жалғызға берген батасы ауыр аскер қол болған құлазын қошып жүргенде найзағай ойнап аспаннан қара бұлт нұр жауған сақинымен сұрасам үйіне мейман келгенде дастархандай мол жайған мал сойуға қоңлаудан шарарлы жердің кәсібі таразы тартып тас салған ортаңнан шыққан ет тарлан талай жерде топ жарған салтанат пен тәрбие ай тарқамасын халқым ордандағы Егенегендейді қарсы көрмей. Ал енді кішкене сабыр етейік. Осы жырды айтқан суыр аталардың талай жақсылар баталған шәкірттері. Енді мінекей осы Амантайдың Арудың қуанышты тойында 63 жасқа келіп, баласы Ербол 40-қа келіп, мынау Иманғали немересі сүндет болып, осындай қуанышты баршаңыз куә болып көрдіңіздер. міне қыздарға да кенші беріп жатыр. бұл қазақтың салтына құтты болсын дейміз. Енді мен осыны айта келе мына қолымдағы домбыраны осы тойда мына арнау айтты суырдың жырын Иманғалиға тартып өткеліп отырмын. мына қаз ауылында дүргілі ақындар, белгілі ақындар болған Құлмамбет ақын, Тас Балораз ақын, осы ақындар сияқты, аталар сияқты өнерлі болсын, ғұмырлы болсын. Мына Иманғалиға беретін батам Әл-Фараби бабамыздың басын берсін, Жамбылдың жасын берсін, Абылайдың жүрегін берсін, Әзіреті Әлидің білегін берсін, Яссауидің тілегін берсін. Мына әрқашанда басында базарлы болсын, жүзі ажарлы болсын, жүзі нұрлы болсын, жүрегі сырлы болсын, тілі жырлы болсын. Өскенде жігіттің сұлтаны болып, 8 қырлы бір сырлы болсын. Осы айтқан батамды пеш тәуейін деп Алла қабыл қылсын.
İmamғали Өсіпбек белгілі елдің үлгілі азаматы болсын. Әумин, Аллах акбар. Қол соғайық.